Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1976 жылы 27 наурызда Алматыда қайтыс болған. Мұқағали атамыздың барлық өлеңі адамды тебірентеді. Бүгін мен айтқалы отырған шығарма Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» атты ғажап кітабы. Бұл шығарма табиғат пен ақын сезімінің үндесуіне туған дүние. Бұл поэмада адамға мұң мен қайғы сыйлайды. Кітапты толық оқыған адам ерекше күй кешеді. Оқи отырып көз алдымызға жетімсіреп қалған Жетімкөл мен Аққу елестері анық. Поэма 1973 жылы жазылған, 3 бөлімнен тұрады. Бұл поэмада бір жанұяның жалғыз баласы ауыр сырқатпен сырқаттанып қалады. Тәуіп шал баланы тек аққудың қанатымен аластаса ғана дертінен айырылады деп айтады. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан, оның орнына анасы мылтығын алып, қасиетті аққулар мекендейтін көлге барады. Көлге келгенде ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып кетеді де, мылтықтың оғы аққуға тиеді. Шуды естіген қарт жылқышы көлге қарай келеді де, аққуды өлтірген анаға ақылын айтады. Қалай болса да ана аққуды үйге әкеледі. Алайда үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсінеді. Жетімкөл жоғалмапты, ортаймапты, немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты.